Енді пәніміз бір ғой, бірі секциядамыз, сонда сөйтіп айтып жүретін, мен айтатын қаралыңыз деп. Енді уақыты солай болып қалды, көретін күн сондай болды ол кісінің. Енді бір күні маған хат жазып жіберіпті, Ханымгүл, қиналып жүрсің ба, классыма үйрене алмай жатырсың ба деп. Сонымен бір күні бардым үйіне, жоқ апай, уайымдамаңыз, сіз жазылыңызшы, бәрі орнына келеді, мен бәрін өзім реттеймін, мен өзін ары қарай жұмысыңызды ары қарай жалғастырамын, уайымдамаңыз деп жаңағы көңілін сұрап барған болатынмын. Енді амал жоқ, тағдыр солай болды, жаны жәннатта болсын. Енді кеше алдың күні ас бердік, ол кісі туралы, өмірден өткен өздерінің класстастарың туралы біраз әңгіме айтқан болатынбыз. Тағы да бүгін бір аунап жатқан шығар енді. Жаны жәннатта болсын, жатқан жерлері жарық болсын. Міне енді не дейік енді, әрбір отбасы болдыңдар, бақытты болдыңдар енді. Ары қарай еліміздің дамуына, гүлденуіне ары қарай өздерің үлестеріңді қоса беріңдер. Сендер туралы ешқандай жаман сөз, жаман ат естігеміз жоқпыз. Осылай жақсы жүріңдер, жақсы тұрыңдар, жақсы отбасы болыңдар, жақсы үлгілі отбасы болыңдар. Сендер мейлі тек қанша жасқа келсеңдер де, жақсы жүрсеңдер, біз сырттарынан марқайып жүреміз, қуанып жүреміз, мақтанып жүреміз. Сондықтан да әрқайсыларыңа жаңағы отбасыларыңа бақыт тілеймін. Бала шағаларың аман есен болсын. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Осылай бір-бірлеріңді іздеп, бір-бірлеріңді тауып, ұйымдасып, осылай ұйымшылдықтарың ары қарай жалғаса берсін. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық, 60 жылдық ары қарай кете берсін. Аман болыңдар, қайда жүрсеңдер де. Сендерге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Бар жақсылықты. Аман есен болыңдар. Тек қана қуанышқа, жақсылыққа өстіп бастарың қосыла берсін. Осылай бірге берсін. Жолдарың ақ болсын. Алланың нұры жаусын. Аман болыңдар. Осы өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Құттықтаймын, мерекелерің құтты болсын. Осы жақсы отырыңдар, ойнап күліп, емін-еркін жақсы отырыңдар. Тілектеспін сіздерге. Рахмет апай, тілегіңіз қабыл болсын. Енді сізге де шәкірттеріңіздің даярлаған сыйлығы, ақ жаулығын жауып, айтпақшы, келініңіз бар шығар үйде? Бар. Қанша келініңіз? Бір. Онда бүгіннен бастап екінші келініңіз болады не? Мультиварка. Енді орамалымызды жауып, ұстазымызға құрмет көрсетейік. Әрқашанда ұстаздық жолында ұлағатты, сыйлы, қадірлі шәкірттердің анасы болып жүре беріңіз. Осы сыйлықтармен бірге өзіңізге деген үлкен бір алғыс хат, бәрекелді. Мен өзім 3-ші кластан кейін дұрыс оқымаған, мен дұрыстықпен оқып қойайын. Алғыс хат. Құрметті Омарова Ханымгүл Тұрдығалиқызы, сіздің бізге деген мейіріміңіз бен игілігіңіз, бойымыздағы барлық жақсы қасиеттерді оятып, берген тәліміңіз мәңгі жадымызда қалды. Біз сізге зор денсаулық, ашық аспан, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден шаттық кетпесін деп тілейміз. Нашей учительницы деп әдемі благодарность от учеников дейді. Ендеше осы бір алғыс хатымызды тапсырыңыз өзіңіз, Ақмарал ханым. Құтты болсын, суретке де түсіп енді тапсырып тұрып. Енді ұстазымызды қолынан ұстап, құрметтеп, төрдегі құтты орнына жайғастырып отырыңыз. Қанекей, төрлетіңіз, тілегіңіз қабыл болсын. Алла разы болсын сізге. Тағам да дайын болған екен, енді уақытымызды көп созбай тағамды ортаға қарай кіргізбейік. Қанекей. Хей! Әнмен жеткізейік. Гүлжанат, ортаға өзіңіз шақырайық енді.
келіндеріңізді құрметтеп ортаға шақырып, келіннің бір тамаша сыйы ұстаздарымызға деген шапалақ ұрып қошеметтеп. Ұстаздар, құрметті, менің енді құрдастарым деп айтайын. Сіздерге арнап осы бүгін ән шашуымды қабылдаңыздар. Қиялым көкте саладасың, ақ будай арман үйгертіп алуан, ақтарар үнсіз жағаласың, ақ қанаттармен белден асып, қалықтап бара жатыр, адамдар күтімдер аңсағаның, оралар қарададың. Әйелдердің шекесі тырысқанбасын? Немене? Рахмет. Осы мынандай бір тема бар да, осы мысалы тойға барсаң да, қандай жерде жүрсең де, ой, мұғалімдер көп сөйлейді, ой, мұғалімдер көп сөйлейді дейді да. Негізінде кейбір тойларға барсаң, жалпы мұғалімдер кейде де сөйлемейді да. Қазір байқасаңыздар, мұғалімдер емес, тойға барсаңыздар байқайсыздар ма? Бір 20-23 жастағы 24 жастағы жігіттер жіберетін болды ма мен? Ата әкесіне что бүйткенбіз, сөйткенбіз деп. Енді статистика бойынша, ғалымдардың жаңағы есептеу статистикасы бойынша, еркек, ер азамат бір күнде, ойланып қараңыздар, бір күнде 4000 сөзге дейін ғана айтылады екен. 4000 сөзге дейін. Тамада болсам 5000 сөйлейтін шығар. Ал әйел, қараңыздар, әйел заты бір күнде 8000 сөзге шейін айтып тастайды екен. Жалпы мұғалімдер емес, жалпы әйел заты. Әдемі айтып, басымыз қосыла кетсе де әңгімеміз бітпейді, жарасып тұр, кәдімде қасында бір подружкасына айтып тұрған әңгімесін бітіріп, енді болды, давай деп тұрса, тағы бір подружкасы қайттан әңгімені бастайтын болса, ана подружкасы қайттан басынан бастап тыңдай береді ғой бір жақсысы. Я ойлаш, сөйтті ғой, деп қасында тұра береді да, енді жерде қарамаса. Енді жалпы тілек айтқаннан бұл өмірде қазақ бірінші орында алады екенбіз. Осы мен айтайын қазір, осыдан бір 4 жыл бұрын ма, 5 жыл бұрын ма, мына Атлантик мейрамханасында бір той басқарып жатқан кезде сол жерге оңтүстік Кореядан бір қонақтар келді. Солар бүйтіп отырғанда жаңағы Қазақстан, Кореядан келген қонақтар деп төрге шығарып отырғызып қойды. Бір уақыттан кейін ана кореец алған айтқан ғой, давай мен қазір ана қасындағы тілмашқа айтқан ғой, переводчикқа, сен ана айтқан сөздерді перевод етіп тұр маған деп аударып беріп отыр, мен жазайын деген ғой. Бір тілекті жазады, екінші тілек жазады, сөйтсе біраз айтып отыр дейді. Жаңа ғана мынаны айтты ғой деп айтады дейді да. Сөйтсе біз де көп сөйлемейміз, бір сөздің бәрін ылғи қайталай береміз, өйткені біздің әр тілегіміздің өзі
құрмет. Біз жалықпаймыз тыңдағанда деп. Ендеше сол тілек айтқаннан да жалықпаймыз. Аллаға шүкір, енді ортамызға ұстаздарымызды кішкене уақытқа да байланысты, кішкене сәл біраз уақыттан кейін ойын, думан, анау-мынауды келтіріп енді кездесу кешінде жиналып отырған соң барлық нәрсе жақсы болсын деген ниетпен қазір ортамызға үш бірдей ұстазымызды құрметтеп ортамызға шақырамыз. Физика пәнінің мұғалімі, қазіргі таңда бұл кісі завуч деп құрметтеп жатыр ғой. Сауранбекова Сәуле апайымыз ортамызға шақырсақ, химия пәнінің мұғалімі Мұқашева Шекер апайымызды, және дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Асқаров Әли мырза өзіңізді шақырайық. Әрекет бағана сіз кіріп келатқанда мен ойлағам, класстастар екен деп қоймын. Шынымен бір 83 сияқты әлекеге? Ана негізінде бүйтіп қараса, әйелі жақсы еркектер жас болып жүреді екен. Енді ұстаздарымызға қарасаңыздар, Құдайға тәуба, мынау бір керемет бір осы жерде бір жастықтың символы болып тұрған сияқтар сіздерде. Әрқашанда мәртебе, мақтау сіздерге болсын. Өйткені шәкірт тәрбиелеген ұстаз әрқашанда мәртебесі биік болу керек. Ендеше өздеріңіздің тілектеріңізді қабылдайық. Кімнен бастаймыз? Тәлабай келіңіз. Рахмет. Мінекей қымбатты оқушыларымыз, түлектеріміз, мінекей сендер айтып жатсыңдар жаңа жылдан бері қарай дүркіреп, бір-бірлеріңді іздеп, осыншама шабылып, мінекей осыды бірігейік барлығымыз, бірімізді біріміз көрейік, жастық шағымызды еске алайық деп нешеден бері шабылып жүр екенсіздер. Мінекей тілектеріңіз орындалып, мінекей анеугінен бері сендерді көріп, қуанып, төбеміз көкке жеткендей болды. Жаңада өткенде де айтып жатыр ғой, осы кездесуге келген оқушылар осы бірінші рет деп. Сөйтіп біздің бүкіл қазақ мұғалімдерінің біздің мәртебемізді көтеріп, төбемізді көкке жеткіздіңдер. Рахмет сендерге. Осындай ұйымшылдықпен әрқашанда биіктерден көріне беріңдер. Жүгіріп, шапқылап, барлығын ұйымдастырып жүрген оқушылар сендердің аяқтарыңа дерт бермесін. Әрқашанда алыс демей, жақын демей, барлықтарың түгелдей жиналып, осылай бірігіп, осындай жақсылықтарға, әрқашанда осындай жақсылықтар тойлай беріңдер. Жаңа келіндеріміз келіп, еліп, сәлем беріп жатыр. Ол да бір қуаныш. Біздің жақсы жігіттеріміз, түлектеріміздің жақсы жар таңдапсыңдар. Айтады ғой, жар таңдағаннан шатаспа, одан кейін мамандық таңдағаннан шатаспаңдар деп. Сол сияқты барлықтарының бір-бірлеріне сай, сүйкімді келіндерімізге мыңда бір рахмет, сәлем беріп жатқан. Осы сияқты осы облыста да біздің балалардың арқасы деп ойлаймыз. Осы балаларымыздың әрқашанда жолдары ашық болсын. Жаңағындай немерелеріміз ән айтып жатыр, билеп жатыр. Міне осылардың барлығы сендердің қуаныштарың. Осындай қуаныштарың көп болсын, барлық үйде той болсын, жақсылық болсын. Осындай жақсы кештерің әрқашанда алдарынан шыға берсін. Барлықтарының үйінде той болсын. Рахмет. Ал бүгінгі мерекелері құтты болсын балалар. Жақсы бір игі іс істеп жатсыңдар. Талайдан тіпті кейбіреуің мектеп бітіргелі бір-бірлерін енді көріп жатқан боларсыңдар. Менің өз басымда сендер мектеп бітіріп кеткелі кейбіріңді енді көріп жатырмын. Жалпы 20 жыл деген оңай уақыт емес. Сендер дәл өмірдің бір бел ортасына келдіңдер. Қарап тұрып сендерге риза болып жатырмын. Көз қуанышымызсыңдар. Өмірден өз орындарын тауып, бір-бір отбасын құрып, өз міндеттеріңді атқарып жатсыңдар. Бәрілеріңде әдемі жұп болып келдіңдер. Бұның өзі бізге үлкен қуаныш. Енді сендерге қарап, мен жалпы жастық шағым есіме түсіп тұр. Сендерге сабақ бергенімде мен жас маман едім. Енді ғана еңбек жолын араласып жатқан
енді өздерің де тәрбиенің не екенін біліп жатырсыңдар. Өткен алтыларың 3-4 баланың ата-анасысыңдар. Алдағы өмірлеріңде тек жақсылық болсын. Сол өмірге келген ұрпақтарың аман бол. Солардың тәрбиесінде қателеспей, барларыңды салып, жақсы өмір сүруге ұмтылыңдар. Аман болыңдар, ең бастысы заманымыз тыныш болсын. Әркез осылай жүздеріңде күлкі, бір-бірлеріңді еске алып, алдағы уақытта да 30 жылдықтарың бар, 40 жылдық дегендей, төрт көздерің түгел амандықта жүздесіп жүрулеріңе тілектеспін. Сол аман болайық, заманымыз тыныш болсын. Рахмет сендерге көп. Мен енді мына көп сөйлей алмаймын. Мұғалім болсымда бүйтіп көп сөйлей алмайды екен. Мына ең басты айтайын, мына кездесулерің құтты болсын. Барлықтың семьяда бақытты болыңдар. Жұптарың ажырамасын. Саламдарың дұрыс болып, көңілді болып жүре беріңдер. Денсаулықтарың мықты болсын, семьяда бәрің бақытты болыңдар. Әлидің көп сөйлемейтін себебі қалған уақытын маған бере салады, мен сөйлемейтін артық. Ал енді құрметті ақ дастархан иелері, күні кеше тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан Алтынұя мектебімізден 20 жыл бұрын қанат қаққан түлектер, бүгінгі басқосу кездесулерің құтты болсын. Барлықтарыңа риза болып жатырмыз. Тек бір ғана өкініштісі мамамыздың арамызда болмауы. Шіркін-ай, осы кісі қазір көзі тірі болғанда ортада, анау төрде масайрап қазір сендермен бірге күліп жайнап отыратын еді. Амал не? Күні кеше ас беріп жатырмыз, еске алу кешін өткізіп жатырмыз. Бұның бәрі сендердің тәрбиеліктерің, білімділіктерің қанша жыл өтсе де ұмытпай, өлі риза болмай тірі баймайды деген дүние бар ғой. Міне сол имандылықты ұмытпай, жол жоралғысын жасап жатқандарыңа көп рахмет сендерге. Анамыз болмаса да бізді құрметтеп араларыңа шақырып жатқандарыңа көп рахмет. Бүгін міне өздерің ұл қыз тәрбиелеп, араларында үлкен азаматтардың, кімнің баласы еді ән айтқан? Әсеттің баласы ән айтып жатқан кезінде тағы бір толқып өттік. Енді осы ұл қыздарының қызығын сендер көріңдер. Біздің мектепке әкеліп жатқандарды бар, ұл қыздарын міне жетектеп, сабақта осының баласы еді. Білемін, качокты жақсы білемін. Качоктың кеше қызы қоңырау соқты. Енді сол ұл қыздарының қызығын көріңдер. Бар адам баласы бала деп өмір сүреді. Сол баламызға, бала шағамызға Жүсіптің дидарын, Мұхаммедтің иманын, Абылайдың байрағын, Батыр Бауыржанның айбарын берсін дегім келеді. Енді кездесулерің бұнымен тоқтамасын, бірлік ынтымақтарың арта берсін. Рахмет сендерге. Тек жақсылықта бас қосыңдар. Рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын. Енді рұқсат болса сіздерді сәл кішкене ортаға таман шақырсақ, өйткені сіздерге де деген осы түлектеріңіздің, шәкірттеріңіздің сый-сияпаты орамал жауып, сый беріп, өздеріңізді мадақтап, мақтап, бәрекелді түлектеріңіздің атынан өздеріңізге де алғыс хат, Қанекей ортаға салып. Құрметті Саурабекова Сәуле Әбдікерімқызы. Жоқ, Әбдікерімовна қызы деп қойсақ. Сіздің бізге деген мейіріміңіз бен игілігіңіз бойымыздағы барлық жақсы қасиеттерді оятып, берген тәліміңізді мәңгі жадымызда қалады дейді. Біз сізге зор денсаулық, ашық аспан, жүздеріңізден күлкі, жүздеріңізден жаттық кетпесін деген тілекпен, ізгі тілекпен өздеріңіздің шәкірттеріңіз осы алғыс хатпен 3 бірдей ұстазымызды марапаттаймыз ғой. Бәрекелді. Ал енді Ақмарал, өзің бастап құтта. Әрқашанда мәртебелеріңіз биік болсын. Ұстаздықтың ақ жалауын әрқашанда желбіретіп, ақ жүректеріңізбен сақтап жүріңіздер. Енді көптен әкелген сияқты берсеңдер жабым.
Әли Мырзаға берілді ма? Немене? Бауырсақ сап қойған ба? Ja, не бұл жерде? Айтып кетсеңіздер шенді. Бәрекелді. Аха, тапсырайық қанеке. Шабалақ ұрып қошеметтеп қойсаңыздар қане. Естеріңізде ма? Естеріңізде ма? Осы баяғыда біз мектепте оқып жүрген кезде мынандай ертегілер болшады ғой. Еске түсірейікші, қандай ертегілер бар еді бізде мектепте оқыған кезде? Қане? Бірінші. Ау. Мақтағыз бен мысық, өмір бақи ана мысықтың құйрығын жылып жүреді. Бауырсақ тағы, қаңбақшал тағы, жалмауыз кемпір деген ертегі жоқ болды ғой. Ертөстік болды. Алтын сақадан жалмауыз кемпірді алтын сақадан білдік қой деме? Ай сен? Ертөстік тағы да? Редька бар ғой, бүт тартады, редька деп жүрші. Редька заге. Шалған. Я по-казахски забыла деп қойсаңызшы. Рахмет. Соққаннан да құтылдым, апамнан да құтылдым деген сияқты мұғалімдерден де құтылдым дейді. Құрметтеп өздеріңізге сөз беріп, қадірлеп Ағдасарханның басына жайғастым. Енді алғашқы тілектер өздеріңізде болсын. Енді осы тілектеріңіздің кішкене көңілін көтеріп, шаттанып, ойын ойнап, думандасақ. Бола ма ұстаздар? Бәрекелді. Енді былай, қазір сұрақтар қойылады, қол көтереміз, ортаға шақырамыз, музыкамен билеп тұрып шақырамыз, шығып жауабын айтамыз. Дұрыс жауабын тауып жатсақ, сыйлық аламыз. Сыйлық Ақмарал дайындап қойды. Сонынан справка. Бесплатно справка. Адресный ғой қазір. Бұрын место жительства справка деп тұршы еді, қазір адресный ғой кәдімгі. Адресный. Бірдеме неше түрлі справка көп. Рахмет, ендеше бірінші сұрағымыз кім біледі? Қазір енді ойлап қалмаңыздар, мына жерге қарап, сразу ой, сол ғой деп ойлап қалмаңыз, өйткені басқа болуы мүмкін. Бірінші, үй жануары бас әріпі и, соңғы әріпі т. Ол қандай? Үй жануары. Жоқ, бүйтейік, қол көтерейік та, ортаға шақырайық қанеке. Руслан бірінші көтерді ғой. Ендеше былай, ортаға шақырамыз Русланды қанеке, шабалақ ұрып қошеметтеп қанайық. Билемші содан ғой. Баяғыда билемейді, нәр сол. Рахмет. Үй жануары бірінші әріпі и, екінші әріпі т. Ол не? Ой, не деген мықты дейді. Апайлар қараңдар, қандай не деген білім, я? Сіздердің берген білімдеріңіз шабалақ ұрып қошеметтеп қойыңдар. Не деген білім ол, мынада ешқайсысы білген жоқ қой жаңа. Алла тез жүрсек, құттықтанайым, итім құтты болсын деп. Рахмет, Русланға сыйлық берген, тапты ғой. Русланға сол иттің күшігі. Рахмет. Келесі сұрақ. Ойланамыз, әдемілеп. Охо. Аттың үстінен ат қай уақытта секіреді дейді. Аттың үстінен ат қай уақытта секіреді дейді. Ереке, сіз білесіз ғой, енді қойсаңыз шыны. Аттың үстінен ат қай уақытта секіреді. Шабалақ ұрып қошеметтеміз. Әлі ортаға шығам. Алмасы менің жырайлы қалым, атырау ақтау мұнайлы қалым, ақтөбе орал ұнайды маған туып өскен. Аттың үстінен ат қай уақытта секіреді? Шахматта? Шахмат ойын кезінде. Ят жоқ. Әрине дұрыс. Өткенде бір кісі сұрап алсам, енді туатын кезде секіретін жоқ деп атты. Әлияның өзіне ұқсайтын сыйлық. Бәрекелді. Енді тағы бір сұрақ. Қандай адам темекіні түбіне шейін шекпейді? Шақырамыз ортаға. Әзекеңнің баласы бірінші қол көтерді. Қандай адам темекіні
Түбіне дейін шекпейді деген сұраққа қол көтерді, темекі шегесін қой деймін я. Қандай адам? Логикалық сұрақ қой, мұрты бар адам. Ой, бәрекелді, крас, әкеш қол. Жігіт. Темекі шекіп пе енді осыдан кейін? Құтты болсын. Тағы бір сұрақ қойып жүрек, енді бұл жұмбақта кетеді осы жерде. Жоғары шықса жол құрайды, төмен түссе жол бұзады. Ол не? Ойланамыз, қол көтеріп айтсақ болады, ортаға шығамыз. Ойға келген нәрсені айта берсек болады, әдемі, қанекей. Жоғары шықса жол құрайды, төмен түссе жол бұзады. Самолет емес пе? Білем, орнымыздан қолымызды көтеп, кеттік, Дарбек ортаға шақырайық, қанекей, шабалауын қошырайды, Дарбек, билем шышы, билем, Дарбек, қана! Негізінде бояғыдағы бойызын адамның бейі де бір түрлі ғана болады. Әдемі? Жұмбақ сұрықты ғой, ә? Жоғары шыққан кезде жол қарайды, төмен түсетін болса жол бұзады. Ал не? Оймағанда айта саламын. Маңқа мекен. Мә, саған қандай керемет, Дарбек, дұрыс емес! Барма тағы да қой. Әлия тұршықшы? Кеттік, тағы да қол көтер. Әлиядан алдың ғой сыйлық алмағанда. Кеттік, ортаға шақырайық, қанекей, шапалақ бір қошеметтік ортаға. Мен сияқты қуады екен мына қыз. Мен де қыз кезінде осындай болатын ғой. Жақсам дейді, да, келді бұт келетін ғой мен үшін. Мала дейді, ол не? Не деген білім десе шапалақ ұрып қошеметтеп қояшы. Құтты болсын, керемет. Әрине оған. Не ғой, самоктың қазақша айтқанда сыздырмасы, орысша айтқанда молния деуші ме еді? Билейші, билек көрші, билек көрші ғой. Билек көрші. Сөз қылса, қызғанып сенде аңдасың. Енді камерада күйеу көріп, жарық дегізбесін. Бетің әтен тема қыз екесің. Еркекте бар, әйелде жоқ. Еркекте бар, әйелде жоқ. Ойланамыз. Жанна шақырайықшы, ортаға қол көтеріп, ортаға шақырайық, қанекей. Музыканы жанна, билеп. Рахмет. Еркекте бар, әйелде жоқ ол не? Ұры деген арымша? Чай ішші жанна. Дұрыс емес, келесі. Қане, кеттік ортаға. Вау, билеп. Серіктің артына сені шақырып. Сен де әлі қуады екенсің ғой, баяғыда. Рахмет, неге ол? Ойымды айтып қойын, иә? Мұрт. Сен де өдің бе деймін. Жоқ, дұрыс емес, дастарханға! Семей қалың жатқанма, әпкемнің кластасының жолдасы. Мен мамам сіңлісін жездесі маған кім болады дегендей болды. Еркекте бар, әйелде жоқ. Еркекте бар, әйелде жоқ. Ол не? Әйелде намыс жоқ па не? Дадало намыстарың жоқ па деген әйелде? Әлі қуамай отырды. Музыкамен шақырайықшы ортамызға қарайық.
Әне жақырақ істеп ара кешіп кеткен дұрыс. Отыра берші болды. Еркекте бар, әйелде жоқ. Ол неге? Қалдан. Қалдан құтты болсын, рахмет емес отыршы. Сұрақ қайталай ма, жоқ әлен шақырсынай ма? Шықшы. Кет! До конца берейін десем, күйеуім отырды просто. Еркекте бар, әйелде жоқ ол не? Ауын құтты болсын. Емес? Айтсаңшы неге жақсы көресің? Әле ауып түс. Айтшы не дейсің маған? Еркекте бар, әйелде жоқ. Табамыз. Кет. Әзірді келші қойды. Ортаға беремші, берем. Стоп! Еркекте бар, әйелде жоқ. Ол не? Көлем құтты болсын. Жоқ емес. Подсказка берем. Осы жердегі еркектерде кейбіреуінде 3, кейбіреуінде 4. Көбі кеттік. Нарбек ортаға шай. Мұнар билеп кеш. Бағаналы билеп. Билеп. Соның бәрі жеңдіріп өмірдің. Аха. Еркекте бар, әйелде жоқ. Қалтады. Күйеуі шыға? Жатсай, палатаға! Айтсаңшы неге жақсы көресің? Осылан кеттік ал ортаға шақырағын қалды. Кешірші демейсің. Еркекте әйелі бар. Әйелде әйел қалай болады? Еркектің әйелі бар ма? Ай, бағана білетте қойып етін ол шықты. Жоқ, дұрыс емес. Қазір жауабын естейсіздер ғой сол кезде. Сонда білмеді. Да такой степени сондай болып кеттік па дейсіңдер қазір. Бір рет көрейікші. Мен айтып отырмын, подсказка беріп отырмын. Еркекте 3-4 бар, кейде даже 5 болады ол. Жоғы, тоғалды. Таппадыңдар ма? Приз маған бересің бе? Менде бірақ приз көп үйде. Ол бажа. Еркектерде бажа болады, әйелдерде бажа болмайды ма? Просто для прикола ананың жеңгесі, ананың келбіріне бажа деп болады, на самом деле ол бажа емес. Яғындар, жарайды онда бағанағы сенің құтты болсын. Рахмет. Тура осыған ұқсайтын сұрақ. Әйелде 2, сиырда 4. Секең шақырайықшы ортаға, Секе, кеш. Вау, ертең бір сөйлеп шығатын еркек білер. Бір ғасырда бір туатын еркек. Ай, бәрекелді. Әйелде 2, сиырда 4 ол не? Аяқ. Қош! Да, шынымен не деген әкеш қолыңды Секе, красавчик! Оны қайдан білдің? Не деп тупой болсаң? Рахмет, Секеңе сыйлық, не деген мықты? Аха! Тайға мінгенде болды ма? Құтты болсын енді тағы да бір. Енді бұны көп бет, бір сонда айта кетейік. Алдынан қарасаң Иван, артынан қарасаң диван. Сен алдың ғой сыйлықты шотша. Мен шықсам жеті ортаға шыққаны.
Қандай? Диванда отырған адам. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Енді Иван? Диванда тұрған Иван? Енді Иван деп айтсайшы, мен адамды неге Ақмарал, мына жерге сен беріп жатқан сыйлықтарың сен бәріне өзіне ұқсатып беріп жатсың ғой өзі. Сен көрсетші. Шашың ағарғанына байланысты ғой маңдарды, Болды ма? Болды енді қайт енді өзіңде. Болды, қоя салшы сыйлық сөзіне. Алмаймын, тек тиіспеймін, тек тықпашы болды. Кім жынды? Қайсысы ол деген ба? Енді үйтіп айтпаймыз деп едік қой, енді келістік қой, жамандамаймыз класста. Рахмет. Енді бір ауыз тілек тағы да жалғастырайық, енді тілектерге келдік. Ал енді ортамызға шақырайық, алғашқы ұстаздарымыз және пән мұғалімдер жаңа тілектеріңізді айтып кеттіңіздер. Ортамызға Басшығылова Гүлнар Макежанов Руслан думандатып ортамызға шақырайық. Енді келіндер сәл кішкене тұра тұрыңыздар, артынан өздеріңізді құрметтеп даралап шақырамыз. Енді бүгінгі 20 жылдық кездесу болып жатқан соң, енді осы тілектерді бүгін мерекесімен құттықтап ортамызға шақырып. Басшығылова Гүлнар Макежанов Руслан, қане екеуіне қайсы мықты билейді екен көрейікші. Руслан, қане Гүлнармен жарысшы. Мен да құтылдым, апамнан да құтылдым деген сияқты мұғалімдерден де құтылдым дейді. Құрметтеп өздеріңізге сөз беріп, қадірлеп Ағдасарханның басына жайғастырып, енді алғашқы тілектер өздеріңізде болсын. Енді осы тілектеріңіздің кішкене көңілін көтеріп, шаттанып, ойын ойнап, думандасақ. Бола ма ұстаздар? Бәрі келді. Енді былай, қазір сұрақтар қойылады, қол көтереміз, ортаға шақырамыз, музыкамен билеп тұрып шақырамыз, шығып жауабын айтамыз. Дұрыс жауабын тауып жатсақ, сыйлық аламыз. Сыйлық Ақмарал дайындап қойды. Сонынан справка. Бесплатно справка. Адресный ғой қазір. Бұрын место жительства справка деп тұршы еді, қазір адресный болып кетті. Адресный. Бірдеме неше түрлі справка көп. Рахмет, ендеше бірінші сұрағымыз кім біледі? Қазір енді ойлап қалмаңыздар, мына жерге қарап, сразу ой, сол ғой деп ойлап қалмаңыз, өйткені басқа болды мүмкін. Бірінші, үй жануары бас әріпі И, соңғы әріпі Т. Ол қандай? Үй жануары. Бүйтейік, қол көтерейік та, ортаға шақырайық қанеке. Руслан бірінші көтерді ғой. Ендеше былай, ортаға шақырамыз, Русланды қанеке шабалақ ұрып қошеметтеп қанайық. Билемші содан. Баяғыда билемейді, нәр сол. Рахмет. Үй жануары бірінші әріпі И, екінші әріпі Т. Ол не? Қойын. Бә, не деген мықты дейді. Апайлар қараңдар, қандай не деген білім, я? Сіздердің берген білімдеріңіз шабалақ ұрып қошеметтеп қойыңдар. Не деген білім ол, я! Мынаған ешқайсысы білген жоқ па жаңа? Алла тесірішсек құттықтайым, итім құтты болсын. Рахмет, Русланға сыйлық берген тапты ғой. Русланға сол иттің күшігі. Рахмет. Келесі сұрақ. Ойланамыз, әдемілеп. Охо. Аттың үстінен ат қай уақытта секіреді дейді. Аттың үстінен ат қай уақытта секіреді дейді. Ереке, сіз білесіз ғой, енді қойсаңыз шын. Аттың үстінен ат қай уақытта секіреді. Шабалақ ұрып қошеметтеміз. Әлі ортаға шығамыз. Алматы менің жырайлы қалым, атырау ақтау мұнайлы қалым, ақтөбе орал ұнайды маған туып өскен. Ат
барда секрет? Шахматта? Шахмат ойын кезінде. Ұят жоқ. Әрине дұрыс. Өткенде бір кісі сұрап алсам, енді туатын кезде секретін жоқ деп алды. Әлияның өзіне ұқсайтын сыйлық. Бәрекелді. Енді тағы бір сұрақ. Қандай адам темекіні түбіне шейін шекпейді? Шақырамыз ортаға. Әзекеңнің баласы бірінші қол көтерді. Қандай адам темекіні түбіне дейін шекпейді деген сұраққа қол көтерді. Темек шегесін қой деймін, я? Қандай адам? Логикалық сұрақ қой, мұрты бар адам Ой, бәрекелді, крас, әкеш қол. Жігіт. Темек шекіп пе енді осыдан кейін? Құтты болсын. Тағы бір сұрақ қойып жүрек, енді жұмбақта кетеді осы жерде. Жоғары шықса жол құрайды, төмен түссе жол бұзады. Ол не? Ойланамыз, қол көтеріп айтсақ болады, ортаға шығамыз. Ойға келген нәрсені айта берсек болады, әдемі, қанеке? Жоғары шықса жол құрайды, төмен түссе жол бұзады. Самолет емес пе? Билеп орнымыздан қолымызды көтеріп кеттік, Дарбек ортаға шақырайық. Шабалауын қошырайды, Дарбек, билеп шышы, билеп, Дарбек, қана! Негізінде бояғыдағы бойызын адамның биі де бір түрлі ғана болады. Әдемі? Жұмбақ сұрықты ғой, жоғары шыққан кезде жол қарайды, төмен түсетін болса жол бұзады. Ал не? Ойыма келгенде айта саламын. Маңқа мекен. Мә, саған қандай керемет, Дарбек, дұрыс емес! Барма тағы да қой. Әлия тұршықшы? Кеттік, тағы да қол көз. Әлиядан бар, алдың ғой сыйлайды, сыйлық алмағанда. Кеттік ортаға шақырайық, қанеке, шапалап бір қошеметтік ортаға. Мен сияқты қуады екен мына қыз. Мен де қыз кезінде осындай болатын ғой. Жақсам дейді, да күйеуімді ұмытып кететін ғой мен үшін. Маған дейді, ол не? Не деген білім десе шапалақ ұрып қошеметтеп қояш. Құтты болсын, керемет. Әрине оған не ғой, самоктың қазақша айтқанда сыздырмасы, орысша айтқанда молния деуші ме? Билейші, билек көрші, билек көрші ғой. Билек көрші. Қызғанып сендер андасың. Енді камерада күйеу көріп жарық дегізбесін. Бетің әтен тема қыз екесің. Еркекте бар, әйелде жоқ. Еркекте бар, әйелде жоқ. Ойланамыз. Жанна шақырайық, ортаға қол көтеріп атып, ортаға шақырайық, қанеке? Музыканы жанна, билеп. Рахмет. Еркекте бар, әйелде жоқ ол не? Ұры деген арымшақ? Чай ішші жанна. Дұрыс емес, келесі. Қане, кеттік ортаға. Вау, билеп. Серіктің әмірі жанна. Сен бәрі қуады екенсің ғой, баяғыдан. Рахмет, неге де ол? Ойымды айтып салайын, иә? Мұрт.
Сен де болдың ба деймін. Жоқ, дұрыс емес, дастарханға. Семей қалың жатқанма әпкемнің класстасының жолдасы. Менің мамам сіңлісін жездесі маған кім болады дегендей болды. Еркекте бар, әйелде жоқ. Еркекте бар, әйелде жоқ. Ол не? Әйелде намыс жоқ па не? Дадало намыстарың жоқ па деген әйелде? Әлі қуамай отырды. Музыкамен шақырайықшы ортамызға қарайық. Әлі шақырайықшы деп ара кешіп кеткен дұрыс. Отыра берші болды. Еркекте бар, әйелде жоқ. Ол не екен? Қалдан. Қалдан құтты болсын! Рахмет емес! Отыршы! Сұрақ қайталай ма, жоқ әлен шақырсынай ма? Шықшы! Кет! Неліктен қапалана бересің, қайта сен еркелесің. До конца берейін десем, күйеуің отырды просто. Еркекте бар, әйелде жоқ, ол не? Ауын құтты болсын. Себепсіз ашуыма Емес? айтсаңшы неге жақсы көресің. Әле, ауып түс. Айтшы не дейсің маған. Еркекте бар, әйелде жоқ. Тамамыз. Кет. Әзір деген жер ғой. Ортаға билемші, биле. Стоп. Еркекте бар, әйелде жоқ. Ол не? Көйлегің құтты болсын. Жоқ емес. Подсказка берем. Осы жердегі еркектерде кейбіреуінде 3, кейбіреуінде 4. Көбі кеттік. Нарбек ортаға шай. Нар билеп кеш. Бағаналы биле. Соның бәрін жеңдіріп, өмірдің Аха. Еркекте бар, әйелде жоқ. Қалтады. Күйеуі шыға? Жатсай, палатаға! айтсаңшы неге жақсы көресің. Осылай, кеттік ал ортаға шақырайық ұшанды. Бөлейсің, кешірші демейсің. Еркекте әйелі бар. Әйелде аяғы қалай болады? Еркектің әйелі. Ай, бағана білетте қойып еді. Жоқ, дұрыс емес. Қазір шауабы десейсті ғой, сол кезде. Сонда білмедім. Да, такой степені сондай болып кеттік па дейсіңдер қазір. Бір рет көрейік.